барған жеріне дейді, тастай батып судай сіңді. Негізі бұл қызға қатысты емес па? Бұл негізі құдаларға қатысты. Өйткені тастай бату үшін тастың түскен жері судай жұмсақ болды. Мысалға тастай бататын жер, яғни қыздың барған жері гранит сияқты қатты болатын болса, ол жерге тас бата алмайды, қанша тырысса да. Тас гранитті жарады или өзі жарылады. Ал судай сіңіп кету үшін қарсы тарап, яғни бара жатқан жері топырақтай құнарды болу керек. Өйткені су тек қана топыраққа сіңеді. Гранитқа қатып қалған тас жүрек адамдарға қаншақты су төксеңіздер ағып кетеді, ағып сынамайды. Одан кейін біз не істейміз? Қызды кінәлаймыз, әйелді кінәлаймыз, бақытты бола алмадым, бақытқа келе алмадым.